Айдананың қуыршағы 10 бөлім. Қуыршағым, жүр, кеттік. Сенің балаңды құтқарамыз, деді қыз. Кеттік, деді қуыршақ өксігін басалмаған күйі. Олар аквариум суының ішіне сүңгіп кетті. Айдана іштей, қалайша аквариумның азғантай суы үлкен теңізге ұласып кетті деп ойлады. Жыртқыш адам, деді кенет қуыршақ шаңқ етіп. Айдана селк етті. Қараса, шынымен де бір адам жайбарақат, мойнына іліп алған торына қуыршақтың ағайындарын шетінен теріп салып келеді екен. Айдана тұра жүзді. Міне, жеттім деп мойнындағы торын жұлып алмақшы болғанда бір нәрсе кедергі болды да қалды. Қанша ұмтылса да көзге көрінбейтін бір нәрсе бөгет болып тұрды. Ары қарай қуыршақтың бауырларын дым қалдырмай терген адамға өткізбеді. Құтты орта көзге көрінбейтін әйнекпен бөлінгендей. Әй адам деп қанша айқайласа да әлгі адам естімеді. Қанша жұдырығын түйгіштесе де көрмеді. Су қараңғы, тас керең бе дерсің өзін. Теріп алды да қайқаң етіп жоғарыға қарай тура дельфинше ойнақшып шығып кетті. Бұлар төменгі жақта тісті қайрап, жұдырықты түйіп, айқайлап қала берді. Неге адамдар сіздерге өшігіп алған? Адамдарға бір жамандық жасап бедіңдер деп сұрады амалы таусылған Айдана қуыршағынан. Қуыршақ жоқ білмеймін дегендей иығын көтерді. Айдана мен қуыршақ әлгі адамның соңынан қалмай жүзіп келеді. Екі ортадағы әйнек жоқ болып кеткендей-ақ, еш кедергі жоқ. Қызық екен деп қояды екеуі бір-біріне. Әлгі адам оп-оңай судан шығып, бұрын Айданалар көрген қайықтан да үлкендігі көп қабатты үйдей болатын кемеге мініп кетті. Кеттік, бізде мына кемеге мініп алып, бар жағдайды сұрап білейік деп ұмтыла бергені сол еді. Енді су бетіне біреу әйнек төсеп кеткендей-ақ, тарс етіп тастай, бірақ көзге көрінбейтін бір ғажайыпқа соқтығысты да қалды. Ар жағы көрініп тұр. Әлгі адам қуыршақтың туыстарын түгел кәуап пісіргіш тордың ортасына салып тізе бастады. Тізіп алды да кеменің ішіне кіріп кетті. Олар кәуап пісіріп жейді екен ғой, деді Айдана. Жүр, мына алып бәлені айнала жүзіп көрейік. Мүмкін ішке кіретін бір саңылау кездесіп қалар, деді қуыршақ. Айдананың келіспеске басқа амалы болмады. Кеттік деп жүзе жөнелді. Алып кеме алыптан да үлкен атауға ие екен. Бас аяғы жоқтай созылып жатты. Бірақ дым саңылау табылмады. Бір уақытта кеменің шеті көрініп, екінші бетіне жүзіп өтті. Екінші бетінде бірі суға түссе, екіншісі судан шығып сапырылысқан адамдар. Айдана мен қуыршақ кеменің тасасына тұра қалып бақылады. Біреуден кәуап пісіргішке салып алған қуыршақтың бауырларын әлдеқайда белгісіз жаққа дамылсыз тасып жатты. Барған жақтарынан дамылсыз әкеліп те жатты. Олар кәуапты отқа емес суға пісіре ме? Өзі түсініксіз болып кетті ғой, деді Айдана. Барып көрейікші, деді қуыршақ шыдай алмай. Күте тұрайық, мыналар тасып болсын, деді Айдана. Шынымен де біраз уақыттан соң адамдар тынышталып қалды. Енді екеуі бір-бірінің қолынан тас қылып ұстап алып, алдарттарына абайлай қарап, адамдар кәуап тасыған жаққа қарай бет алды. Бір уақытта анадайдан үлкен бір нәрсе қарауытып көрінді. Жайлап, әр жүзісін санап, дымын білдірмей жақындай берді. Жақындаған сайын ауруға шыдай алмай ыңырсынғандай күңіренген дыбыстар шыға бастады. Бұл не дыбыс, деді Айдана түсінбей. Менің бауырларым жаппай ауырып жатыр, деді қуыршақ. Бұлар жақын барды. Сол кезде Айдананы көрген олар. Жалмауыз адам тағы келді, деді қормен. Қуыршақтың туыстарының дауысынан теңіз тебіренді. Толқын ойнады. 10 бөлімнің соңы. Жалғасы бар.